Дүние жүзі тарих бойынша Германия туралы ұбт-да келетін сұрақ. Бірінші тақырыпты түсіндіретін боламыз, одан кейін сұрақты айтамын. Ең алғашында Германия империясы туралы айтамыз. Оны құрған негізі Отто фон Бисмарк. Ол 1871 жылы ең алғашында құрылды, бірақ оның өмір сүруі ұзақ уақытқа созылмады. Себебі бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германия ұтылып қалды. Нәтижесінде осы Германияның жерінде Қараша деген революция болды. Ол Кила деген қалада кемешілердің арасында басталды. Сөйтіп Берлин қаласына жеңіске жетіп, мемлекеттік билікте отырған Гогенцоллерн деген әулетті құлатты. Сөйтіп Германия империясы жойылды. Ал биліктің барлық дерлік социал-демократтардың қолына тиесілі болды. Бірақ социал-демократтардың өзі екіге бөлініп кетті. Біреуі ГСДП партиясы, ал екіншісі Спартак одағы. Енді ГСДП партиясы мемлекеттің жеріне Веймар деген республиканы құрды, ал Спартак одағы Бавар кеңестік республикасын құрды. Бірақ Спартак одағын құрған Бавар кеңестік республикасы мемлекеттің жерінде ұзақ өмір сүрмеді. Биліктің барлық дерлік Веймар республикасының қолына тиесілі болды. Сөйтіп Веймар республикасы 1933 жылға дейін өзінің өмір сүруін жалғастырды. Ең алғашында сол Веймар республикасын құрған ГСДП партиясы жұмысшылардың арасында ең беделді етін. Бірақ кейіннен бізде олар билікте отырғаннан кейін бизнесмендерге көп жағдай жасай бастады. Осы бір уақытта жұмысшылардың әл-ауқаты түсе бастады. Ал жұмысшылардың арасында Адольф Гитлердің НСДАП партиясы күшейе бастады. Адольф Гитлер айтты: Германия мемлекеті бірінші дүниежүзілік соғыстан ұтылып қалды. Біз бұл дүниені көтере алмаймыз. Біз арийлік халықтың ұрпағымыз. Біз әлемді басқаруымыз қажет. Әлем біздің астымызда болуы қажет деген секілді жұмысшылардың арасында идеяны таратты. Нәтижесінде Адольф Гитлерді қолдайтын адамдардың саны мемлекеттің жерінде көбейе бастады. Ал кейін бізде осы Веймар республикасының ең соңғы басшысы Гинденбург мемлекеттік билікті Адольф Гитлерге 1933 жыл береді, ал ары қарай 45 жылға дейін Адольф Гитлердің билігі жалғасқан болатын. Енді бізде дәл осы сұрақ уже ұбт-да келген. Бұл бізде 1933 жылы 14 қазанда Ұлттар лигасынан шыққан мемлекет. Негізі 33 жылы екі мемлекет бізде Ұлттар лигасынан шығады. 33 жылы Жапония шығады және Германия шығады. Бірақ 14 қазан күні шыққан мемлекет бұл Германия болады. Ал екінші сұрақ мынандай, қараңыздар. Бізде репарация мәселелерін бір жолда шешкен жоспар бұл Юнг жоспары болады. Ал дипломатиялық қатынастарды қалпына келтіру бұл КСРО мен Германияның арасында болған 1922 жылы бұл Рапалло деген келісімшарт болады. Дүниежүзі тарихын дәл осылай әдемі түсінгің келетін болса, дәл осы каналға тіркеліп қой, және де бізде интенсив курс басталынды, соған тіркеліп үлгер.